Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге тауық аяқтарын маринадтайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет тауық аяқтары, соя, сарымсақ, дәмдеуіштер және майонез. Тауық аяқтарын жуып, 2 ас қасық соя құямыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Сарымсақты майдалап турап саламыз. Және 1 ас қасық майонез қосып араластырамыз. Тұзымызды қосып, араластырып, бетін осылай салафанмен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Тауық аяқтарымыз маринадталғанша көкөністерімізді турап, дайындап қоямыз. Өз қалауыңызша пішінде турасаңыз болады. Мен видеода көрсетілгендей барлығын турап шықтым. Дәміне қарай дәмдеуіштер де қостым. Табамызға фольга қағазын жайып, көкөністерімізді салып, оның үстіне тауық аяқтарымызды қойып шығамыз. Және қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.